Оразхан Жақып көркем сурет жанрының әдебиетпен үйлескен комикс саласының негізгі өкілі, яғни комикс-мейкер. Бүгінде ол еліміздегі комикс салушылардың басын біріктірген орталықты басқарады. Осы орайда еліміздегі сөйлейтін сурет өнерінің пайда болуы туралы Оразхан былай дейді. Біздің елімізде сурет салу өнері көп жылдардан бері қалыптасқан. Бірақ комикстер салатын өзіміз сияқты жандардың бір орталыққа жиналып тәжірибелерімізбен бөлісіп жүргенімізге 2003 жылдан бері 9 жылдай уақыт болып қалды. Бастапқыда суреттерімізді салып, оны газет қылып басып шығарып, достарымыз бен таныстарымызға ғана тарататынбыз. Осылайша өзіміздің тұрақты аудиториямыз пайда бола бастады. Көрмелер өткізіп, жыл сайын жаңа туындыларымызды оқырмандарымызға ұсынып жатамыз. Негізінен сөйлейтін суреттер жанры біздің елімізде енді өріс алып келе жатқанымен қазақша комикстерге қызығатын тұрақты оқырмандарды баршылық. Сонымен қатар комикстердің бала психологиясына да әсер етері сөзсіз. Осы туындыларды оқып өскен бала ондағы кейіпкерлерге еліктеуі мүмкін. Сондықтан көптеген елдерде комикстарды тәрбие құралы ретінде пайдаланады. Японская школа комиксов называет манга. Әр елдің комикс салу ерекшеліктеріне байланысты өздеріне ғана тән қолтаңбалары және жеке стильдері бар. Мәселен, Жапон мектебі манга, Еуропа мектебі БД, Ресей ри, супер қаһармандарды бейнелейтін ақштың мектептері сынды. Ал қазақстандық комикстердің негізі, меніңше, халық болмысының айнасы іспеттес фольклорымыздан. Ертегі, аңыз әңгіме, жыр, шешендік сөз, қисса эпостардан бастау алу керек. Өйткені осы құндылықтарымыз өскелең ұрпақты адалдық пен жақсылыққа тәрбиелейтіні хақ. 2010 жылдың желтоқсан айында елімізде алғашқы комикстер жинағы құрастырылған болатын. Барлығы да сол кезден басталды. Осылайша Қазақстанда комикс-мейкерлердің алғашқы көрмелері өткен екен. Дәл сол көрмелер жұртты таңғалдыруы соншалық. Альманахтың келесі сандарына авторлар қатысу туралы ұсыныстарын білдіріпті. Осылайша алғашқы жинақ қыркүйек айында, екіншісі қараша айында шыққан. Бүгінде елімізде қазақстандық комикс альманахының 3-ші саны жарық көрді. Бұл туралы көрмені ұйымдастырушы Әділет Смағұлова былай дейді. Альманахқа әртүрлі авторлардың жұмыстары кірген болатын. Осы рет, 3-ші рет бізде 5 елден әртүрлі суретшілер қатысқан болатын. Осы елдер олар Ресейден, Украинадан, Қырғызстаннан, Франциядан және Қазақстаннан. Бұның себебі бірінші және екінші альманах олар тек қана қазақстандық авторлардың жұмыстарын енгізген болатын, және осы жұмыстарға қарап, басқа елдердің суретшілері бізге қызығып, қатысқысы келген болатын. Елімізде комикс салатын, алайда оны көпшілікке көрсете алмай жүрген жас суретшілер қазақстандық комикс альманах арқылы қалың көпшілікке танылу мүмкіндігіне ие болды. Отандық жас дарындыларымыздың шығармашылықтары әр алуандылығы мен түрлі сурет жанрларының араласып берілуімен ерекшеленеді. Осыған орай көрмеге келген Ләйла Башимова барлық суретшілердің жұмыстары ұнағандығын айтып, алған әсерімен бөлісті. Осы кезге дейін мен ешқашан комиксті оқымадым. Мен өте таңқалдым. Себебі мұнда өте көп әртүрлі тамаша керемет жұмыстар, суреттер, олар мені өте таңқалдырды. Қалай тамаша сурет салған. Елімізде шет мемлекеттерге де комикс суреттерін салатын дарынды жастар баршылық. Олар әлемдік стандарттарға сәйкес келетін шығармалар жасап, арнайы жүлделерді алуда. Сондай жас дарындылардың бірі Петропавлдан келген комикс-мейкер Тимур Дәулеткереев. Ол туындыларымды түрлі суретшілердің жұмыстарына қарап, еліктеп, кейде өзім ойдан шығарған кейіпкерлерімнің негізінде саламын. Маған жұмыс барысында түрлі техникаларды араластыру сынды процестер ұнайды дейді. Негізінен 4 жасымнан бастап сурет саламын. Қазір 25 жастамын. Бірақ дәл комикстерге деген қызығушылығым 15 жасымда оянды. Неге дәл осы комикстерге? Яғни біріншіден комикстер қаржы көзі. Екіншіден мультипликациялық мультфильмдерді жасап шығару үшін көп еңбек күші керек. Ал комикстерді жалғыз салып шығуға болады. Үшіншіден бұл ерекше қолөнер деп есептеймін. Басыңа бір ой келсе, сен бірден оны қағаз бетіне түсіре аласың. Ал бүгінгі көрме шығармашылық тәжірибелерді шыңдауға айтарлықтай әсер етері сөзсіз.